Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен информатика пән мұғалімі Серік Бағлан Дарханұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы объектілердің 3D моделі. Және де сабақтың оқу мақсаты объектілердің 3D модельдерін құру. Осы оқу мақсатына сәйкес біз бүгін SketchUp бағдарламасында хауыздың 3D моделін жасайтын боламыз. Ең алдымен ол үшін бізге тік төртбұрыш құралы қажет болады. Және де осы тік төртбұрыш құралын біз 3D нұсқасын келтіретін боламыз. Ол үшін толкай құралын алып, кішкене жоғары көтереміз. Және де хауыздың ішкі жағын салу үшін смещение деген құралды аламыз. Құралын алып, ішкі сызығын сызамыз. Және де қайтадан толкай құралын алып, ішке қарай жасайтын боламыз. Осылай біз хауыздың 3D нұсқасын келтіріп алып, келесі қадамымыз енді бояймыз. Бояу үшін ең алдымен ішкі суын келтіріп аламыз керек. Ол үшін вода деген аламыз. Материал бөлімде жаңағы судың түсін алып, барлық ішкі жақтарын суға бояп шығамыз. Суға бояп шыққан соң, енді сырт жақтарын кішкене әдемілеу үшін камень деген бөлімге барамыз. Осы жерден бізге ұнаған жаңағы тастың түсін алып бояп шығамыз. Барлық қырларын келтіруіміз керек. Әдемі көріну үшін осы барлық қырларын келтіріп бояп шығамыз. Келесі хауыздың осы нұсқасын келтіріп алған соң біз енді бұған компоненттер қосамыз. Яғни компоненттер бөлімін ашу үшін окноға барамыз. Компоненті деген бөлімді таңдаймыз. Осы жерде бізге керекті 3D нұсқалар болады. Соларды аламыз. Мысалы, бізге хауызға керекті осындай лестница керек болады, орысша айтқанда. Және де тағы бір объектілерді қосып көрейік. Орындықтар керек болсын. Орындықтың екінші нұсқасын шығару үшін копировать етеміз. Өстіп екі орындықтарға қойып қойық. Және де адамдар отыратындай осындай стол қойып қойық. Яғни біз өзіміздің хауызымызды осылай әдемілеп жазсақ болады. Енді сіздер де осы видео нұсқаулықты қарап, менің артымнан осы хауыздың моделін жасаңыздар.